Үсік төменгі температураның нәтижесінде терінің зақымдалуын айтамыз. Үсіктің клиникасына байланысты 4 дәрежесін анықтаймыз. Енді мына суретке мән беретін болсақ, бірінші суретте бізде бірінші дәрежелі үсік берілген. Бұл кезде тері ағарады, сезімталдығы аздап жоғалады және теріні жылытқаннан кейін ол жерде ауырсыну сезімі қалады екен. Бұл дәрежедегі үсік негізінен қауіпсіз болып саналады. Ал егер де уақытылы көмек көрсетпейтін болса, ол екінші дәрежеліге өтеді. Яғни екінші дәрежелі үсік кезінде көріп тұрғандай тері бізде көгере бастайды. Бұл жерде көпіршіктер пайда болады, немесе оларды бізде күлбіректер деп атаймыз. Бұл көпіршіктер неден пайда болады? Мынау терінің астында бізде қабаттары бар, осы дерма қабатында бізде қан тамыры орналасқан. Енді тері төменгі температура нәтижесінде зақымдалғаннан кейін сәйкесінше ол бізде қан тамырды да зақымдайды. Және тамырдың бойындағы плазма бізде сыртқа шыға бастайды, ол теріде көпіршік түрінде көрініс береді екен. Ал үшінші дәрежелі үсікте, әрі қарай мінекей үшінші дәрежелі үсікке өтіп тұр. Бұл кезде бізде терінің қабаттары некрозға ұшырай бастайды, яғни терінің клеткалары өле бастайды. Нәтижесінде бізде тері мінекей суретте көріп тұрғандай қоңырланып қарайып кетеді екен. Және 7-10 күнде бұл кезде демаркациялық сызық пайда болады. Енді демаркациялық сызық дегеніміз не? Ол терінің тірі клеткасы мен өлген клеткаларының арасында пайда болатын сызықты айтады екенбіз. Егер де демаркациялық сызық пайда болатын болса, ол бізде 4-ші дәрежелі үсікке дейін алмасып кетеді. Яғни, мінекей көріп тұрғанда сызық пайда болған, үсік шалған аймақ бізде тіндері өлеттенеді, ол жердің бізде толығымен жаңағы істен шығады да, сол аймақ бізде тіпті жаңағы өліп түсіп қалуы да мүмкін екен. Егер де осындай демаркациялық сызық пайда болатын болса, яғни 4-ші дәрежеге өтіп кететін болса, бұның жалғыз емі ампутация болып табылады. Яғни әрі қарай үсік жайылып кетпеу үшін бізде сол органды кесіп алып тастайды. Енді үсік кезінде қандай алғашқы медициналық көмек көрсетеміз, соған тоқталып өтсек. Ең бірінші дәрежелі үсік кезінде біз жәбірленушіні жылы жерге кіргіземіз, ыстық шай, кофе береміз. Және үсік шалған аймақты жүнді биялаймен немесе қармен ысқылап жылытуға тырысамыз. Сонымен қатар жаңағы қан тамырдағы спазмды азайту үшін біз спазмолитиктер берсек болады. Мысалы, ношпа, дратаверин секілді спазмолитиктерді берсеңіз болады. Және егер де ауырсыну пайда болатын болса, мысалы 2-ші дәрежелі үсік кезінде анальген секілді дәрілерді берсеңіз болады. Енді егер де жәбірленушіде 3-ші және 4-ші дәрежелі үсік болатын болса, ол кезде зақымдалған аймақты лезде жылытуға болмайды, біртіндеп жылыту керек. Неліктен? Егер де сіз бірден жылытатын болсаңыз, ол жерде үсік емес, күйіктің белгілері пайда болуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы үсік шалған аймақты бізде арнайы ванна жасайсыз, ол жерде судың температурасын 18-20 градустан бастап, үсік шалған аймақты суға салып қоясыз, массаж жасайсыз. Және судың температурасын біртіндеп көтеру керек, яғни адам температурасына дейін 37-40 градусқа дейін көтереміз. Осылайша үсік шалған аймақты біртіндеп қалыпқа келтіруге болады. Және келесі қадам осы үсік шалған аймаққа асептикалық байлам салып қою керек. Егер де 3-ші, 4-ші дәрежелі үсік болатын болса, міндетті түрде ауруханаға жатқызып емдеу қажет болады.